Неліктен кейбір адамдар оң эмоцияларға кеңеліп, бақытты әрі салауатты қарым-қатынас орнатса, ал басқалары үнемі көңіл-күйі болмай жүреді. Әрине, әр адамның өмірлік тәжірибесі мен тарихи әртүрлі, бәрінің балалық шағы уайымсыз өткен жоқ. Бақыт дегеніміз не? Бұл терминді әр адам әрқалай түсінеді. Яғни біреу үшін бақыт ол кәсіби жетістік. Басқалары үшін сүйікті адамдармен толы үй болуы мүмкін. Кейде бақыт ол бостандықта. Яғни адам өзін еркін көрсетуінде. Бақытты адамдар жағымсыз эмоцияларға, жағдайларға сабырмен қарайды. Олар өз мүдделеріне сай әрекет ету үшін қажетті ресурстар табады. Бақытты сезіну үшін өз ойларымызды тексеру керек. Мысалы, теріс ойлар пайда болған кезде оны талдау қажет. Өмірдегі жетістіктерімізге қарап, шын мәнінде қалай екенін түсіну керек. Көп жағдайда адам өзінің жетістіктерін байқағаннан кейін ғана өз көзқарасын өзгертіп, жақсы жақтарын көре бастайды. Сондай-ақ, теріс ойлар пайда болған кезде сезімдеріңізді зерттеп, эмоцияларыңызбен бетпе-бет қалу өте маңызды. Бақыт психологиясын ұстана отырып, ішкі жан дүниеңізді бағалап, эмоцияңызды сақтап қалу өте маңызды. Өміріңізді өзгерткіңіз келе ме? Онда дәл қазір бізбен бірге болыңыз. Де факто FM